Қайнатуды қажет етпейтін, жасалу жолы өте қарапайым, дәмі бомба, бастысы атылмайтын огонектің рецебімен бөлісемін. Сіздермен бірге Әлден Гауһар, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 10 кг қызанағымызды бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң оны арнайы ет тартқыштан өткізетін боламыз. Тәтті бұрышымызды 7 дана, оны да бөліктерге бөліп аламыз. Алдымен ет тартқыштан қызанақтарымызды толығымен өткіземіз. Оның үстіне тәтті бұрыштарымызды өткіземіз. Сарымсақ 500 грамм ашып, оны да ет тартқыштан өткіземіз. Әрбір литрге 1 литрге 1 аспириннен қосасыздар. Оны да ұсақтап үстіне қосып жібереміз. Ащы бұрыштан горький перецтен 3 немесе 4 дана қолданасыздар. Мінекей, мен кішкентай қызыл ащы перцтен 4 данасын қолдандым. Оны да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сөйтіп, татымына қарай 4 немесе 3 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант қосып, жақсылап тұрып, 1 келкі масса болғанша араластырамыздағы салқын жерге 1 күнге қалдырасыздар. Дәл осы ыдысымен. Арасында араластырып, газын шығарып қоюды ұмытпаңыздар. 1 күн өткеніне баклажкаға құйып, бетін жауып, салқын жерде сақтайсыздар. Атылмайтын бомба огонек дайын.